Педагогтердің тәжірибесін тарату мақсатында Алматы технологиялық колледжі педагогі Айтжамал Акимбековна Жұмабековнаның арнайы пән оқытушыларына арналған әдістемелік ұсыным оқу сабақ жоспарын құрастыру тақырыбында онлайн вебинар ұйымдастырылып отыр. Қазір сөз Алматы технологиялық колледжі педагогі Жұмабекова Айтжамал Акимбековнаға беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздермен өзім жазған арнайы пән оқытушылары мен жас педагогтерге арналған әдістемелік ұсыным бойынша тәжірибе алмаспақпын. Бұл ұсынымның атауы оқу сабақ жоспарын құрастыру. Арнайы пән оқытушылары, өздеріңіз білесіздер, өндірістіктен келгенде педагогикалық өтілі жоқ, педагогика арнайы білімі жоқ жас педагогтар. Бұл кісілердің жастарына қарамастан жас педагогтер болады. Жаңа ол кісілермен қоса педагог қызметін бастаған жас педагогтерге арналған оқу сабақ жоспарын құрастыруға нұсқау. Әдістемелік ұсыным өзектілік, мақсаты мен өзектілігі. Ұсынымның мақсаты арнайы пән оқытушылары мен жас педагогтерге күнделікті сабақты ұйымдастыруға және оқу сабақ жоспарын дұрыс құрастыруға әдістемелік көмек көрсету. Өзектілігі жас педагогтердің дәстүрлі сабақ типтері мен оның құрылымдарын ажыратып қолдануы. Өздеріңіз білесіздер, арнайы пән оқытушылары алғашқы сабақ педагогика қызметті бастаған кезде ол кісілерге оқу сабағы жоспарын құрастыру өте қиыншылыққа түседі. Осы кішкентай болса да еңбектен өздеріне көмегін алса деген ойдамыз. Жас педагогтар негізінде сабақтың түрлерін шатастырады. Дәстүрлі сабақ, аралас сабақ. Осы шатастырмас бұрын осы ұсынысты өзім осы жас педагогтерге арнаймын. Қандай сабақ болсын, дәстүрлі сабақ болсын, дәстүрден тыс сабақ болсын, бірінші сабақтың тақырыбына қарай сабақтың мақсатын айқындау керек. Сабақтың мақсатын айқындаған кейін оқу сабақ жоспарын жазғаннан бастап сабақ аяқталғанша педагогтың көздеген мақсаты осы құрастырған сабақтың мақсатына жету. Ал сабақтың мақсатына жету үшін біздің алғашқы құрастырған оқу сабақ жоспарымыз дұрыс болу керек. Оқу сабақ жоспарының үлгісі өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 20 жылғы 130 бұйрығында берілген нұсқау бойынша құрастырамыз. Бұл нұсқауда оқу сабақ жоспарының тақырыптық деректемелері деп айтамыз. Тақырыптық деректемелерде өздеріңіз көріп тұрғандай жалпы мәліметтер, сабақтың мақсаты, міндеті, күтілетін нәтижелер, ресурстар және ары қарай сабақтың барысы кетеді. Сабақтың бұл тақырыптық нұсқасы қандай сабақтың түрі болсын, дәстүрлі сабақ болсын, дәстүрден тыс сабақ болсын, бәрінде бірдей жазылады. Оны еш шатастырмаған дұрыс. Ал енді ары қарай өзгеретін сабақтың барысы, бәрі біздің жаңағы беретін біліміміздің бәрі сабақтың барысында болады. Сабақтың барысын құрастырарда енді сабақ дәстүрлі сабақ па, дәстүрден тыс сабақ па, осыған көңіл бөлу керек.
мынау жаңағы көрсетілген, мына 130-шы бұйрықта көрсетілген нұсқау бойынша жас педагогтерге түсінікті болсын деп, әр деректемеге жұмыс оқу бағдарламасынан жаңағы сабақтың нәтижесі, күтілетін нәтиже, міндеттері, оқу нәтижесі қайда жазу керек? Осында кейде жас педагогтерді шатасып, білмей жатқан кездер болды. Сондықтан осы жерде міне бір көрсетіп тұрмын. Оқу жұмыс бағдарламасынан қай жерден қандай нұсқауды алып, оқу сабақ жоспарына кіргізу керек. Мысал қараңыздар, міндеттерге оқу бағдарламасынан осы тақырыпқа сай оқу нәтижесі еш өзгерусіз жазылады. Осы оқу нәтижесін жазғаннан кейін барып біз өзіміздің тақырыпқа сай сабақтың мақсатын шығарамыз. Енді нәтиже бізге керек, осы сабақтың нәтижесіне жету, мақсатына жету. Осы үлгі бойынша өзімнің бір сабағымның үлгісін, тақырыптық бөліміне үлгісін көрсетіп қойдым. Бұл сабақтың тақырыптық деректемелері, ол барлық сабақта бірдей болады деп қайталаймын. Енді басты бізде ұғым сабақтың түрі менен сабақтың типі. Жас педагогтер осы екі ұғымды бірдей ұғым қылып шатастырады. Сондықтан бүгін мен сіздерменен тоқталатыным дәстүрлі сабақтың түрлері. Дәстүрлі сабақтың түрлері бұл қатаң қалыптасқан кесте бойынша жүргізіледі. Дәстүрлі сабақтың типтерінде аралас, бұл мен шығарған типтер емес, бұл педагог ғалымдардың, Казанцев ғалым бар, Есипов ғалым бар, осы кісілер сабақтың типтерін нақтылап көрсеткен. Казанцевтың нұсқауы бойынша 9 тип берген, ал Есипов нұсқауы бойынша 5 тип берген. Екеуі бір-бірінен ұқсас. Мен сіздерге, қазір жас педагогтар, мен сіздерге колледж ауқымында, оқу үдерісінде жиі қолданылатын сабақтың типтерін ұсынып отырмын. Бұл бізде қолданылатын аралас сабақ, жаңа білімді игеру сабағы, қайталау сабағы, бекіту сабағы, білімді тексеру және бағалау сабағы, жалпылау және қорытындылау сабағы. Біз қолданатын жүргізіп жүрген сабақтарымыз. Енді бұл сабақтың типтері сабақтың құрылымына байланысты бір-бірінен ажыратылады. Сабақтың типін құрылым бойынша ажыратамыз. Сабақтың құрылымы нақты берілген 9 құрылым бар. Оны өздеріңіз жасап көріп жүрсіздер, бірақ та сол құрылымдар бір-біріменен плавно дейміз ғой, сабақтасып келу керек. Бірінші міне ұйымдастыру кезеңі. Құрылым дегеніміз кезең, жаңа этап деп айтамыз ғой сабақта. Ұйымдастыру кезеңі, мақсат пен міндет хабарлау кезеңі, білім-білік дағдыны тексеру кезеңі, жаңа тақырыпқа дайындық кезеңі, жаңа тақырыпты түсіндіру кезеңі, түсінгенін тексеру кезеңі, бекіту кезеңі және соңғы 9-шы кезең қорыту, үй тапсырмасын бағалау кезеңі. Осы құрылымдардың, кезеңдердің қолдануына барай біз сабақтың типін ажыратамыз. Мысал айтайық, мынау аралас сабақта әріптестер, керілетін біздің типтеріміздің бәрі, осы 9 типтің бәрі аралас сабақта кездеседі. Аралас сабақ неғып атау болса, өзінің сол сабақтың типінің өзінің атауына қарай аралас сабақ. Бұл жерде, бұл сабақта үй тапсырмасы тексеріледі, жаңа сабақ беріледі, оны бекітеміз, пысықтаймыз. Жалпы осы құрылымның бәрі бір сабақта, аралас сабақта кездеседі. Мынау сіздерге ұсынып отырған, жас педагогтерге ұсынып отырған аралас сабағының дайын шаблоны десем болады. Дайын шаблон деп айтатыным, осы сабақтың әр типі бойынша осындай шаблон жасап сіздерге ұсынып отырмын. Бұл жерде мысалы қараңыз, міне 9
сабақтың 9 құрылымы жазылған. Әрине, сіздерге мына жерде